Ораза айы келді болып қонақ. Күтіп ал қонағыңды болмай олақ. Мұндағы ғибадатың қабыл болса, жәннатта қойылады алтыннан тақ. Қазақтың жарапазан өлеңі. Жалпақ жұртқа жарапазан айтып жар салар уақытта кеп қалды. Иә, бұрын бабаларымыз Рамазан келген ерекше қуанып, үй-үйді аралап, бір-бірін қасиетті айдың келуіне құттықтаған, арқа-жарқа болған. Меккеде бір ағаш бар, іші қуыс. Ораза мен намаз да ізгі жұмыс. Ұстасаң оразаны жұмағыңда, жемістер шашылады уыс-уыс. Ораза айы келді болып қонақ. Күтіп ал қонағыңды болмай олақ. Мұндағы ғибадатың қабыл болса, жәннатқа қойылады алтыннан тақ, деп бір-біріне насихат айтқан. Расында да Рамазан айы бір жылда бір-ақ рет келетін және зу етіп өте шығатын, ықыласты пенделерді сағындырып тұратын берекелі қасиетті ай. Бұл 30 күннің әр секундында тілектер қабыл болып, армандар орындалады. Бұл 30 күннің әр секундында адамдардың қате кемшіліктерін кешіріліп, ұжмаққа жолдама алады. Рамазанның әр күні қадірлі, Рамазанның әр сәті қымбат. Міне, соны ертең терең түсінген біздің бабаларымыз қуғынды жүрсе де оразасын қаза қылмапты. Мен бүгін аузымды қара сумен аштым, бекітуге еш нәрсе таппаған соң қара сумен қайта бекіттім деген. Әлихан Бөкейханның түрмеде жатып жазған хатын оқығанда еріксіз жылап жібересіз. Қайран текті бабалар-ай. Келген ораза қате кемшіліктерді түзетуге, жақсы жаққа өзгеруге, өзімізді тәрбиелеуге берілген зор мүмкіндік. Ендеше келе жатқан қасиетті ай құтты болсын. Бір жылда бір-ақ рет бір жаратын Рамазанның хош иісін сезу бәрімізге нәсіп болсын. Армандарыңыз орындалсын. Қасиетті айда қайғының қара бұлты сейіліп, уайымдарыңыз қуанышқа айналсын ағайын.